Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздер мен біздер кезекті қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз цилиндрдің жазбасы мен бетінің ауданы. Сабақтың мақсаты цилиндр жазбасы мен бетінің ауданы туралы білу және тапсырмаларды орындау, қолдана алу. Міндеттері: цилиндр жазбасы мен бетінің ауданының формуланы қолдана отырып есептер шығару. Бағалау критерийлері: ауызша жаттығулар бойынша берілген тапсырманы орындаса, жекелей жұмыста тапсырмаларды орындай алса, тақырыпты толық меңгерсе, тест тапсырмасын орындай алса. Осы суреттерден геометриялық бір фигураның көбірек қолданылғанын көріп отырсыздар. Ол қандай фигура? Әрине, ол цилиндр тәріздес пішін. Цилиндр тәріздес фигураларды өмірде жиі кездестіреміз. Суретте көріп отырғандарыңыздай. Анықтама беріңіздер. Цилиндр дегеніміз не? Цилиндр дегеніміз тіктөртбұрышты оның бір қабырғасын қамтитын, өстен айналдырғанда шығатын фигураны цилиндр деп атаймыз. Цилиндрдің элементтері: цилиндрдің бүйір беті, жасушасы, табандары, радиусы, биіктігі, цилиндрдің өсі. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, бүйір беті, жасушасы, табаны, радиусы, цилиндр өсі, биіктігі. Цилиндрдің бүйір бетінің тіктөртбұрыштың өсіне параллель қабырға жасайтын қисық бет. Жасушасы дөңгелектердің сәйкес нүктелерін қосатын кесінділер. Табандары тіктөртбұрыштың айналымынан шыққан екі дөңгелек. Радиусы табандарының радиусы. Биіктігі табан жазықтарының ара қашықтығы. Цилиндрдің өсі табандарының ортасы арқылы өтетін түзу. Цилиндрдің қасиеттері: табандары өзара тең және параллель. Жасушалары өзара параллель және бір-біріне тең. Тік цилиндрдің қималары: цилиндрдің өстік қимасы тік төртбұрыш. Цилиндрдің өсіне перпендикуляр қимасы шеңбер. Өсіне көлбеу жазықтықпен қию эллипс. Цилиндрдің ауданы сарамандық жұмыс. Мақсаты: студенттер өз беттерімен формуланы қорытып шығарады. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы СБ. Цилиндрдің толық бетінің ауданы СТБ. Цилиндрдің жазбасы мен бетінің ауданы. Балалар, сіздер осы формула құрастырып көріңіздер. Формуланы құрастырып біттіңіздер деген ойдамын. Енді салыстырайық. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы табан шеңберінің ұзындығы оның биіктігіне көбейткенде тең. Яғни СББ 2πr. Цилиндрдің толық бетінің ауданын табу үшін оның бүйір бетінің ауданына табандарының ауданын қосу керек. Сіздерде де балалар осылай шықты деген ойдамын. Іскерлік ойын ойнап, есеп шығарып көрейік балалар. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы, Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Петроказахстан акционерлік қоғамы, жабдықтаушы компания Мұнай сервис. Газ және мұнай құбырларын төсеушілер пайдалану ережелерін қатаң сақтай отырып, құбырлар шірімеу үшін құбыр сыртын арнайы екі қабатпен пленкамен орайды.
Gaz мұнай газ егер құбырдың диаметрі 154 сантиметр, ұзындығы 5 километр болса, құбырдың пленкамен оралатын ауданын табыңыздар. Казтрансойл үшін егер құбырдың диаметрі 76 сантиметр, ұзындығы 5 километр болса, құбырдың пленкамен оралатын ауданын табыңыздар. Егер құбырдың диаметрі 168 сантиметр, ұзындығы 5 километр болса, құбырдың пленкамен оралатын ауданын табыңыздар. Шешуі. Есептеп үлгердіңіздер деген ойдамын. Қазмұнайгаз 24178 метр квадрат. Құбырды екі қабаттап қаптау үшін 48356 метр квадрат пленка қажет. Бұл жерде цилиндрдің бүйір бетінің формуласын қолдандық. Шешуі. Казтрансойл үшін 11932 метр квадрат. Құбырды екі қабаттап қаптау үшін 23864 метр квадрат пленка қажет. Петроказахстан үшін 26376 метр квадрат. Құбырды екі қабаттап қаптау үшін 52752 метр квадрат пленка қажет. Мұнай сервис жабдықтаушы компаниясының есебі. Егер бір орамда 3000 метр квадрат пленка болса, әр компания қанша орама пленка қажет? Шешімі. Біз білеміз, балалар? Бағана біз Қазмұнайгаз үшін қанша керек екенін есептеп алғанбыз. 48356, оны бөлеміз 3000-ға, сонда 16,12 орама. Казтрансойл үшін 7,95 орама. Петроказахстан үшін 17,6 орама. Балалар, қорытындылау тестін есептеп көрейік. Мына тестті өз беттеріңізше шешіп көріңіздер. Жауаптарыңыз дайын деген ойдамын. Тест жауаптарын көрейік. 1 С, 2 А, 3 Д, 4 В, 5 С. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге өзіндік тапсырма. Номер 16-шы, 30-шы, 11-шы, 34-шы, 19-шы есептерді шығару. Сау болыңыздар, балалар. Түсінбеген жерлеріңізді хабарласып сұрауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.